Иә, аман есен мына қыстан шықтыңыздар ма? Малдарыңыз төлдеп жатыр ма? Өздеріңіз қалай болып жатырсыздар? Ағайын жұрт, ел аман, туыс аман ба? Аллаға шүкір, мал жан аман, таудың баурайына жайдық. Малымыз қонды, төлді, өздеріңіз қалайсыздар? Жарайды, жақсы болған екен. Қойымыз егізден қозап жатыр, сиырымыз бұзаулап жатыр, жылқымыз құлындап жатыр. Міне сол жылқымыздың қымызын алып отырыңыздар. Наурызға аман есен жете берейік. Дұрыс айтасыз, тілегіміз орындалып, аузымызда аққа тисін. Қымыздарыңыз дәмді екен. Қонақ келсе құт деген, ал қарсы алайық. Қыстаудан жайлауға аман есен, күз күзеуден жаз жайлауға аман есен жетіп, мінеки жер аяғы кеніп, көк шығып, суы мол, ауасы таза жайлауға шығып жатқан жайымыз бар. Я, дұрыс айтасың бәйбіше. Біз де мінеки аяғымыз ұзарып, қыстың ызғары кетіп, жақын отырған ағайын туыстармен бір амандасып қайтайық деп өздеріңізге ат басын бұрып отырмыз. Bir amandasып, көктемнің наурыз мерекесін туысына естеліп отырмыз. Жанымызда сендеріміз бар. Ауасы, шіркін, жайлауға неше түсін? Берекелі жыл болсын, ақ мол болсын, Дастарханымыз мол болсын, майлы жайлы болсын. Сар жайлауды кебелесін елестетіп, сылдыр бұлақ самал тауды көзімізге елестетіп. Ай бәрекелді, ән айтайық. Көктем шығып, жерге көк шыққан кезде, әр адам бір қаласан, қалың орманға айналады. Сол дәстүрімізді жалғастырып, оларымызды ертіп алып, бір тау жеткіземіз. Атадан мал қалғанша, қал қалсын. Ал енді сол іске сәт салып, сол істі кірісейік. Көктем айы, табиғат ана оянып, жердің астындағы тіршілік біткен, бәрі күннің көзіне жылынып, жердің бетіне шығып, өзі көрінеді сатын. Біз де осы талды егіп, үлкен бәйтерек болсын деген елден егеміз. Сендер де болашақ ұрпақ осы ағаш сияқты өзі көріңдер. Әрине балам, бірақ оны суару қажет. Сендерді тәрбиелегендей, бағымызды да бағып қабу керек. Өсіңдер, жемісін жеңдер. Ұлы мол болсын, ақ мол болсын, жемісіміз көп болсын. Жүрістер келесі талды егейік.